алтын туралы сұрақтарыңыз бітер емес, әлі де қойып жатырсыздар сол сұрақты. Енді коррекция болады дегеніміз, 2-3 күн баға түсіп, енді қазір баға 4900 көлемінде көрсетіп тұр. Бір күнде 260 доллардай өзіне қосқан, ол шамамен 5-5,5% құрап тұр. 4600-ге дейін түсті ғой деймін, қазір көріп жіберейікші. 4500-ге дейін баға түсті 2 февраль күні. Енді қазір 3 февральға баға көтеріліп жатыр. Қазіргі кезде коррекция жүріп жатыр деп есептеңіздер, өйткені баға өте құбылмалы, экономика өте құбылмалы болып тұр. Өте сондай жаңалықтар қатты әсер етіп жатыр бұл бағалы металға. Қазіргі кезде қысқа уақыттың ішінде алып тез пайдаға кенеліп қалам деген болсаңыздар, онда трейдинг сияқты жасай алам десеңіздер, қолдарыңыздың кесе ғана алып сатуларыңызға болады қысқа мерзімде, бүгін алдым ертең саттым деген сияқты. Бұлай мысалға ұзақ мерзімге ұстаған дұрыс, бірақ ұзақ мерзімге ұстайтын болсаңыздар, әлі коррекция біткен жоқ. Негізінен қысқа мерзімге де жасауға болады, бірақ қазіргі ақшаларыңыздан аз бөлігін ғана алып көрсеңіздер болады, бірақ өте сондай құбылмалы болып тұр. Риск өте жоғары, алтын бойынша. Риск өте жоғары. Өйткені біресе алтынды сатып алып, сосын алтынды сатып, қайтадан Американ мемлекеттік облигацияларын алып, арасында сондай күрес жүріп жатыр. Егер бұны психологиялық болған шыдамасаңыздар, онда жауап пока күте тұрыңыздар. Тыныш кішкене нарық өзінің деңгейіне келгенше. Күмісті қараймыз. Күмісте қайттан бүгінде 8%-ке, почти 9%-ке өскен, 86 болып тұр. Қаншаға құлап еді бұл? Бұл 76-ға дейін құлаған. Қазір өсіп тұр. Астынан сразу жаңалықтарын көріп алсаңыздар болады. Енді мен қазақша аударып отырмын, өйткені контент қазақша болғаннан кейін орысша экономикалық тілде түсінетін болсаңыздар, өздеріңіз қарап іздей беріңіздер. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап ретінде мен көрсетіп тұрмын. 5 жылдықты қараңыздаршы. 5 жылдықтың өзінде бір орында тұрып, мынандай қатты өсім, бұл өте спекулятивті өсім болып табылады. Сондықтан былайша айтқанда, мысалға сіздерде торттың барлық бөлігі бар болса, соның мысалы торт 10 бөліктен тұратын болса, соның 10-нан бірін ғана салып көрсеңіздер болады опыт үшін. Қазір өсіп жатыр екен деп былай салып жіберу, 10 кусочегін бәрін салып жіберу қате болады. Сондықтан егер рисковать етпеймін десеңіздер, пока ештеңе істемей күте тұрғандарыңыз дұрыс.